Ана шкафтың ішінде біреу бар сияқты. Тағы да шкаф па? Иә, әр түн сайын бір дыбыстар шығады. Әкеміз айтушы еді ғой, қорқыныш көлеңке сияқты, жарық жақсан жоқ болады. Бірақ жарық жақсан да дауыс кетпейді ғой. Онда жарықты емес, қиял қосайық. Қиял ең күшті шам. Мен шкаф құбыжығымын. Өте өрелем. Мұна атын қызық екен. Шкаф құбыжығы дейсің бе? Атын қорқынышты емес. Қайта күлкілі екен. Ал егер тістерінің орнына мармелад болса ше? Ал басына сары ойыншық үйрек қондырсақ ше? Қарашы, енді ол мүлде қорқынышты емес, тек күлкілі. Онда мен тағы қорықсам, тағы үйрек қосам. Иә, қорқыныш сурет сияқты. Қаласаң, оны басқа түспен бояласын. Қорқыныш түн ішіндегі бұлт қана. Қиял оны жарыққа айналдырады. Жылы сөзбен жанындағы адам болса, кез келген түн жеңілдей түседі.